Сәлеметсіздер ме? Біздің ендігі сабағымыз логикалық есептер. Ондай болатын болса, біз осы сабақта математикалық сауаттылықта кездесіп жүрген логикалық есептердің бір қанша түрлерін талқылайтын боламыз. Ондай болатын болса, мына есепті қарастырып көрейік. Енді бұл есепте математикалық сауаттылықта үнемі кездесіп жүрген есептердің бірі қара, жора, жоба, қора, қожа сөздеріндегі қандай әріптер белгілі бір цифрлармен белгіленген жоба сөзінің сандық белгісін табыңыз дейді. Онда бұл есепте біздің ең бірінші мән беретін нәрсеміз қандай? Мына жерде берілген 5 сан, мына 5 сөзге сәйкес келеді деп ойлауымыз керек. Сонда барып біз бұл есептің жауабын оңай таба аламыз. Енді біз А-ның 3 екендігін оңай біле аламыз, себебі барлығының соңында А және мына сандардың да соңында 3 деген цифр тұр. Онда ең бірінші біз А-ның 3 екендігін тауып аламыз. Дәл сол сияқты енді алдындағы сандар мен алдындағы әріпке қарайтын болсақ, Q 3 рет, J 2 рет, демек осыдан біздің Q тең 5, сосын қандай J тең 4 екендігінде оп-оңай білуге болады. Енді екінші қатарда, яғни екінші әріппен екінші цифрларға қарайтын болсақ, біз оның 1 екендігін қайтеміз, оны да оп-оңай таба аламыз. Дәл сол сияқты ырдың 7, бұның 6 екендігінде оп-оңай тауып аламыз. Осымен біз қандай мына жоба сөзінің 4163, яғни А жауабына сәйкес келетіндігін біліп алуға болады. Енді мынандай есептерде бізге көп кездесіп жүрген есептердің бірі, білесіздер, мысалы сана дейді, x 3 пен 5-тің арасында, осыдан қандай бізде сан деген сөз шықты дейді. Енді құлан деп беріп қояды да, x 0 мен 2-нің арасында одан қандай сөз шығады дейді. Енді сіз білесіз, x 3 пен 5-тің арасында болса, осы 3 пен 5-тің арасындағы бүтін сан қандай? Ол бүтін санның не екенін білеміз біз? 4 екендігін білеміз. Демек, ал 4 деген болатын болса, біз онда 4-ші әріпті сызып тастағанда сан деген сөз шығатын түсінікті, яғни мына жерде әрбір әріптерді нөмірлеп алатын болсақ, рет бойынша, онда біз мына жерде міне 4-ші әріпті өшіріп тастасақ, сан деген шығатын түсінікті. Дәл сол сияқты бізде екінші сөздегі x-тің 1 екендігін білдік, онда бірінші әріпті өшіріп тастасақ, бізде қандай сөз шығады? Онда ұлан деген сөз шығады. Демек, бұл есептің де жауабы А болады. Енді мына есепте жаңағы жерде біз x-тің барын өшіріп тастасақ, енді керісінше мынандай да кездесуі мүмкін бізге. Мысалы, зерделі x кішіне тең 5, осыдан зерде деген сөз шықты дейді. Дәл жаңағы сияқты біз әріптерін нөмірлеп алғаннан кейін қандай x кішіне тең 5 болса, біз осы 5-ші әріпке дейін қалдырдық. Яғни осында қалдырдық, қалған өшіріп тастадық деген сөз. Сонда зерде деген сөздің шығатын түсінікті, онда келесіде де x кішіне тең 3 болатын болса, біз қандай 3-шіге дейінгі әріптерді қалдыратын болсақ, бізде қандай біл деген сөз шығады, онда Б жауап шығатыны түсінікті. Келесі есеп 3 қорапта кеспе, күріш, қант бар дейді. Әр қораптың бетінде қандай кеспе, күріш және күріш немесе қант деп қораптардың бетіне жазылған. Енді қандай дейді? Бірақ бұл жазулар еш қайсысы оның ішіндегі затқа сәйкес келмейді. Яғни ішіндегі затқа қайтеді дейді, сәйкес келмейді. Онда бізге кеспе деп жазылған қорапта қандай зат бар екендігін не істеңіз дейді? Анықтаңыз дейді. Онда ең бірінші біз мына күріш немесе қанттан бастап талдау жасайтынымыз түсінікті. Себебі күріш немесе қант деген қораптың ішінде екеуі де жоқ екендігін білеміз. Онда оның ішінде кеспе бар деген сөз. Демек, онда мынада кеспе бар. Енді екінші рет біз неден талдау жасайық? Екінші күрішке келеміз. Себебі күріш деген жаңағы күріш деп жазылған қораптың ішінде кеспе мына жақта кетіп қалды. Күріштің өзі жоқ бұның ішінде, себебі ол сәйкес келмейді. Онда оның ішінде қант кәне бар екендігі түсінікті болады. Енді кеспенің ішінде қалғаны күріш екендігі түсінікті. Демек, онда бұл жерде бізде кеспе деп жазылған қорапта қандай күріш бар, демек С жауабы дұрыс болады. Келесі мәди еңлік және ләззат дүкенінен қандай циркул, транспортер және калькулятор сатып алды дейді. Мәдидің сатып алғаны калькулятор емес,
ләззаттың сатып алғаны циркуль емес, еңліктің сатып алғаны калькуляторда циркулда емес. Кім не сатып алды дейді. Ондай болатын болса, бұндай есептерді біз қандай кесте құру тәсілімен шешіп жүрміз. Бұндай логикалық есептерді енді былайда қарап біліп алуға болады. Енді кесте құру тәсілі бізге көптеген жеңілдіктер әкеледі. Енді кесте құру тәсілінде біз адамның аттарын тік бағанға, жаңағы заттарды мынау үстіндегі көлденең бағандарға қойып алайық. Сонан кейін барып ең бірінші біз кімнен бастап талдау жасаймыз? Жаңа еңлік сатып алған заттарынан бастап талдау жасауға болады. Неге? Себебі бізде еңліктің сатып алғаны ол қандай? Калькуляторда емес, циркулда емес дейді. Онда оның сатып алғаны не? Транспортер екендігі түсінікті болады. Демек, онда мынаған біз плюс қойдық, онда мына жерде минус болатын түсінікті. Себебі ол еңлік транспортерді сатып алса, мәди мен ләззат оны сатып ала алмайды деген сөз. Ал енді келесі кімнің сөйлемінен бастап талдау жасаймыз біз? Енді келесі жаңағы ләззат ол қандай? Циркуль сатып алған жоқ дейді. Ол жерге минус қоятын болсақ, онда мына бағанда минус, мына бағанда минус. Онда оның тек қана не сатып алғандығы, калькулятор сатып алғандығы түсінікті болады. Онда мына жерге біз плюс қойдық. Енді мәдидікін табу оңай. Оның қандай біз циркуль сатып алғандығын білеміз. Демек, бұдан осыған сәйкес келетін жауап қандай болады? Онда А жауабы сәйкес келетіндігін біз біле аламыз. Ондай болатын болса, енді төменде берілген үй жұмысын өздеріңіз талдап көріңіздер. Біз бұл сабақта осы логикалық есептерге байланысты бір қанша түрлерін талдап көрсеттік. Логикалық есептердің түрлері көп екендігін білесіздер. Біз әрбір сабақтарымызда басқа да логикалық есептерді талдап кеткеніміз түсінікті. Онда келесі кездескенше, келесі сабақта жүздескенше.